Петропавлдық полицейлер Инстаграм арқылы бірнеше интернет алаяқтық қылмысын жасады деген күдікпен Алматы қаласының 31 жастағы тұрғынын ұстады. Полиция басқармасына Петропавл қаласының тұрғындарынан интернет алаяқтық фактілері туралы бірнеше арыз келіп түскен. Барлық жағдайларда қаскөй жәбірленушілерді Инстаграм әлеуметтік желісіндегі жалған интернет-дүкен парақшасы арқылы алдаған. Парақшаның әкімшісі қымбат тұратын әйелдер киімі мен бұйымдарды сататындай сыңай танытқан. Алдын ала төлемді қолға түсіргеннен кейін байланысқа шықпай қойған. Ол жерде көбінесе әйел адамдар алаяқтың қолығына түскен еді. Инстаграм әлеуметтік желісінде Modern Store парақшасында киім-кешектерге тапсырыс беріп, 10 мыңнан 300 мыңға дейінгі сомада алдын ала төлем жасап аударған. Кейін алаяқ ақша қаражаты қолына түскеннен кейін байланысқа шықпай қолданушыларды бұғаттаған. Криминалдық полиция қызметкерлері күдіктіні жедел тексеріс кезінде анықтады. Күдікті Алматы қаласының тұрғыны болып шықты. Петропавлдық жедел уәкілдер оны Теміртау қаласының аумағында ұстады. Қазіргі уақытта күдікті қамауға алынды. Тергеушілер оның ұқсас қылмыстарға қатысын тексеруде. Вы получали предоплату? Куда получали? На карту или куда? На Киви кошелек. На Киви кошелек, да? После получения предоплаты какие ваши действия были дальше? Я думал, верну, так и не получилось. Время затянулось просто. Дальше что было? Вот, все. И вы заблокировали, да, их? Ага. Описали, как они вам? У нас WhatsApp или куда? Инстаграм? Да, Да. Қазіргі уақытта іс материалдарында Петропавл қаласы бойынша 13 эпизод тіркелген. Полицейлер тауар мен қызметтерге алдын ала төлемді талап ету интернет алаяқтардың жиі пайдаланатын амалы болып табылатын туралы ескертеді. Және тауардың барына көз жеткізбей, алдын ала төлемді жібермеуге шақырады. Сондай-ақ қаржы амалдарын жасамас бұрын интернет-дүкенді комментарийлер бойынша зерделеп, сатушыдан тауардың бейне шолуын жіберуді сұраған жөн.